Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Асхабу суфа каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз тәжвид сабақтарын бастайтын боламыз. Робби яссир уәлә туассир, Робби тамин бил хайр. Я Раббым, жеңілдет, қиындатпа, және осы ісімнің хайырлысымен аяқталуын нәсіп ете көр. Достар, біз бүгін исхар тақырыбын өтетін боламыз. Исхар дегеніміз не? Ол ашық оқу деген мағына білдіреді. Оқу. Ашық оқу деген мағына білдіреді. Жалпы сіздерге мына исхар деген сөзді жаттап алудың қажеті жоқ. Мен сіздерге қазір мысалдармен бірге түсіндіріп беретін боламын. Оп-оңай тақырып. Тәжвидте ең негізгі бір қағида бар. Мысалына бір әріп болса, фатха танвин, касра танвин және дамма танвиннен кейін немесе сүкінді нуннан кейін міндетті түрде бір тәжвид ережесі болады. Құран оқып келе жатсыз, фатха танвині бар немесе касра дамма танвині бар бір сөз көрдіңіз, одан кейін бір әріп тұрса, демек ол екеуінің ортасында міндетті түрде бір тәжвид ережесі бар деген сөз. Сондай-ақ сүкінді нунды көрсеңіз де сондай, одан кейінгі әріппен екеуінің ортасында міндетті түрде бір тәжвид ережесі болады. Танвиндерден кейін немесе сүкінді нуннан кейін изхар әріптері, яғни айн, ғайн, ха, ха, алиф және ха әріптері келетін болса, олар изхар әріптері деп аталады. Бұл бізде бірінші ереже. Бірінші ережеден не істейміз? Қалай көріп тұрмыз, солай оқимыз, ешқандай жасырмаймыз, ата айтып тұрғандай ашық оқимыз. Мысалы, ән-әмта деген сөз болатын болса, ән-әмта. Міне сүкінді нун тұр, сүкінді нуннан кейін не келген бізде? Айн әрпі келген, алты әріптен. Демек, біз сүкінді нунды жасырмаймыз. Қалай жазылып тұр, қалай көріп тұрмыз, солай оқимыз. Ән-әмта, ән-әмта болды. Ешқандай созбаймыз, жасырмаймыз, ашық оқимыз. Енді келесі мысал, куфуан, куфуан ахад. Міне, біз не көріп тұрмыз? Фатха танвин көріп тұрмыз. Демек, бұдан кейінгі әріппен екеуінің ортасында не бар дедік? Бір ереже бар. Ол ереже, міне, мынау алты әріптің біреуі болғандықтан бізде ашық оқимыз. Демек, исхар болады. Міне, танвиннен кейін алиф келіп тұр. Демек, ашық оқимыз. Міне, бізде араб тілінде 28 әріп бар. Оның алтауы міне исхар әріптері болса, міне, демек 22 әріп қалды. Тағы бір мысал келтірейін. Міне, ғосиқин, иза деген сөз бар. Фалақ сүресінде міне біз не көріп тұрмыз? Касра танвин көріп тұрмыз. Демек, касра танвин, мына танвин мен нундардан кейін бір ереже бар дедік. Міне, бізде алиф келіп тұр. Демек, бізде бірінші ереже, не істейміз? Бірінші ережеде қалай көріп тұрмыз, солай оқимыз. Ғосиқин, иза, ғосиқин, иза. Міне, танвинді ешқандай жасырмаймыз, созбаймыз, қалай тұр, солай оқимыз көріп тұрғанымыздай. Түсініктірек болу үшін сіздерге тағы бір мысал келтірейін. Мин, айлмин. Мин, айлмин деген сөз бар Құранда. Сүкінді нун тұр. Міне, сүкінді нун. Сүкінді нуннан кейін бізде айн әріп келіп тұр. Міне, исхар әріптерінен айн әріп келіп тұр. Демек, не істейміз? Көріп тұрғанымыздай ашық оқимыз, ешқандай жасырмаймыз. Бұл жерде бір мән беретін тағы бір нәрсе бар. Тоқтаған кезде ұзақ уақыт тоқтап қалуға да болмайды. Мин деп ұзақ демалып тұр, сосын айлмин деуге болмайды. Кідіреміз, бірақ ұзақ емес. Мин, айлмин болды. Ха әрпіне бір мысал келтірейін. Тун хауна. Тун хауна. Міне, сүкінді нуннан кейін ха әрпі келіп тұр бізде. Міне, тун хауна. Тун хауна болды. Ортасын тун дегеннен кейін ортада қатты кідіруге болмайды. Бұл исхар қылып оқу шарт, себебі бұның үкімі уәжіп. Үкімі уәжіп.
Сонымен бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайтын болсақ, сүкінді нун немесе тәнвин, фатха тәнвин, касра тәнвин және дамма тәнвиннен кейін араб тілінде оң жақтан сол жаққа қарай оқылады. Сондықтан осылардан кейін былай қарай. Бұдан кейін мынау исхар әріптерінің біреуі келсе, бәрі келу шарт емес. Ғайн, айн, ха немесе ха, әлиф, ха, осы алтауының біреуі келсе, мыналардан кейін бұл төртеуінің де барлығы келу шарт емес. Нун келсе де жеткілікті, немесе фатха тәнвин келсе де жеткілікті. Осылардың біреуінен кейін мынаның біреуі келсе, осылардың біреуі келсе, онда не болады? Біз сөзді ашық оқимыз. Мысалы тағы да көрсетіп кетейін. Мин айлмин. Нунды ашық оқимыз. Ашық оқығанда нені ашық оқимыз десеңіздер, мынау сүкінді нун, тәнвиндерді ашық оқимыз. Видеода мен көрсеткен мысалдардан бөлек, сіздерде комментарийге Құраннан бір исхарға мысал келтіріп жаза кетіңіздер.